Құрметті достар, бұл сабақта біз 9 құмалақ тақтасының 3 моделін жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге plain примитивін алу керек. Және қазір мен 9 құмалақты ашып қарайтын болсам, бізде бірнеше элементтер бар. Бірінші 9 құмалақ тақтайы, ол 2 бөліктен тұрады. Одан кейін 9 құмалақтар. Бізге бірінші 9 құмалақ тақтайын жартысын істеген дұрыс. Кейін оны біз көшіріп екінші жағына симметрия бағытымен қоятын боламыз. Енді бірінші plain алайық. Ары қарай мен қазір жартысын жасап жатырмын. Осындай шамада қойып көрейін. Одан кейін modify панеліне барамын. Және мына жерде default chaining бізде edged faces қосылу керек. Немесе өткенде айтып өткенде F4 батырмасын басамыз. Ноутбугі бар адамдарда FN F4 болады. Ары қарай мына жерде сегменттерін азайтамын. Маған бір болғаны жетеді. Шығаны оң жағын басам, convert to editable poly деп бассақ болады. Ctrl-Z басайын, немесе оның орнына яқта бізде модификатор бар, edit poly деген. Соны басамыз. Ары қарай ішінде edge деген кесіндінің 2 бөлшегін ала аламыз. Параллель жатқан екінің енді арасын қиюымыз керек. Себебі бізде қазір мына жерде 9 ұяшық бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-ға дейін барады. Енді осы 9 ұяшықты жасау үшін астына түсемін. Мына жерде менде connect деген функция бар. Connect'ті бассам, бұл маған біреуін ғана қияды. Маған ол керек емес, сондықтан Ctrl-Z-ті басып артқа басамын. Маған ішінде мына жерде 4 бұрыш керек. Яғни мен қанша қию керектігін өзім беруім керек. Бұл сол connect-тің баптаулары. Әрі қарай мынаны жоғарыға көтере берсем, 8-ге дейін қойсам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Құмалақ мына жерде отаулардың саны 9 болды. Галочканы басамын. Бәрі әдемі шықты. Енді дәл солай мына жатқан параллель жатқан сызықтарды белгілеймін, жаңадан жасаған. Қайтадан connect-ке кіремін, бірақ бұл жолы бізге 9 керек емес. Бізге біреу болса жеткілікті. Галочканы басамын. Енді мына жерде move деген құрал бар еді ғой, соны double-ға басамын. Ары қарай былайына жылжытамын. Енді қарап отырсақ, біздің тақтайымыз кішкене тарлау сияқты. Сол үшін Ctrl-A-ны басамын, бәрін белгілеп аламын. Келесі scale немесе R-ды бассақ болады. Енді бар, Y бағытта кішкене созамын. Осылай жеткілікті. Әрі қарай төбеге көтеремін, мына жерде полигонды аламын. Бірінші мына тұрған полигондарды алып аламын. Маған мына жерде отауын жасау керек. Астыға түсемін. Insert деген бізде функция бар. Settings дегенге кіремін. Ары қарай мынаны жоғарыға көтеремін. Шамамен осылай болса жеткілікті. Галочканы басам. Ары қарай Bevel деген функцияға барамын. Settingsқа кіремін. Bevelді астыға қарай түсіремін. Шамамен осылай болады деп ойлаймын. Енді мына жердегі келесі функцияны қоямыз, яғни ішкіге қарай дөңес болуы, ішкіге қарай сығылуы астыңғы полигонның. Осыны береміз шамамен. Галочканы басамын. Енді келесі полигондарды аламын, мына тұрған. Қайтадан дәл осы операцияны қайталаймын. Settingsқа кіремін, бірақ бізде қараңыз, жеке-жеке алыну керек, ал бізде барлығы бірге алынып кетті. Ондай болмас үшін мына жерде group деп тұр, басамыз, by polygon дейміз. Мына жерде шамамен қаншалықты болатын көрініп тұр. Былаймен өзімізге келтіріп алсақ болады. Галочканы басамын. Ары қарай Bevel настройкасына кіремін, уже автоматты түрде бәрі дайын. Көрдіңіздер, егерде мына сетка мына тұрған Tor сіздерге кедергі жасаса, G кнопкасын бассаңыз кетіп қалады. Болды, мына тұрған жартысы дайын. Әр қарай, енді қараңыздар, бізде мынау қалыңдығы жоқ. Мынау ненің қалыңдығы болу керек. Бізде бір ғана қабатынан тұр. Қалыңдық беру үшін modify листке кіреміз. Ішінде shell деген модификатор табамыз. Shell дегенді іздейміз. Неге? Shell модификаторы тұр.
жоғарыға көтерейін. Мына жерде outer amount бізде 0-де болу керек. Мышканы оң жағын стрелкаға бассақ 0 болады. Енді inner amount дегенді көтереміз кішкене. Осындай қалыңдық бізге жеткілікті. Ары қарай құмалақтар жасауым керек. Қайтадан create панеліне кіремін. Сфераны аламын. Және мына жерде автогридті қосамын. Мынаның үстінен жасау үшін. Автогридті өшіремін. W-ді басамын. Яғни бізге move операциясы керек. Бұлайны жылжытып шамаластырамын. Енді shift-ті басып тұрамын. Екінші копиясын жасаймын. Екеуін бұлайны қойық. Екеуін үлкейтсек болады. Кішкене ірілеу болсын. Бұлай қойық. Бұлай қойық. Енді бұлардың түстері бізде кішкене қарасақ F4-ті басып. Мынандай болып тұр. Маған оның қара болғаны керек. Екеуін белгілеп аламын. Мына жерде түсін қараға қоямын. Таза қараны алсақ болады, болмаса мына сұрды басып қараға өзгертіп алсақ болады. Қап-қара болғанда қатты ұнамайды. Кішкене осындай қара болса болды. Add color'ды басамын, окейді басамын. Қара болды. Енді осы екеуін белгілеймін. Shift-ті басамын. Сан 4 деп қоямын. Сонда бізде 10 құмалақ пайда болады, ал бізде отауда 9 болу керек. Сол үшін біреуін өшіремін. Енді мына тұрған тақтайды кішкене дағы ішке қарай кіргізсек болады. Бұлайынан scale бойынша, X бағыты бойынша кішкене масштабын енгіземін. Так, бізде неше 7 құмалақ болып қалды. Тағы да екеуін қосамын. Енді 9 құмалақ болды. Ары қарай Q-ді басамын. Мына тұрған құмалақтардың бәрін белгілеп аламын. Мына жерде менде тақтайда белгіленіп кетті. Тақтай керек емес. Тақтайды алып тастаймын. Артында алып қойыпты біздікі бар. Мынаны өшіріп тастайық. Менде қате болып қалды, көрдіңіздер ғой. Мынаны өшіріп тастайық. Қайтадан бәрін белгілеймін. Мынаны альтты басып тұрамын да, мынаны алып тастаймын. Мынау керек емес, тек құмалақтар керек. Группаға кіремін, групп құмалақтар деп жазамын. Окей. Бізде құмалақтардың группасы дайын. Әрі қарай мынаны басамын, топқа барамын, топтан үстінен қараймын. Енді мына тұрған құмалақтарды аламын және мына жерге барынша тура қоюға тырысамын. Бізге 8 копиясы керек, өйткені мына жерде онсызда біреуі бар. Сонда барлығы 9 болады. Көрдіңіздер ғой? Қайтадан артқа кіремін. Бізде 9 құмалақ. 9 яшықта 9 құмалақтарым бар. Мына бізде кішкене қалың болып кеткен сияқты. Бұлайынан түрсек болады. Келтіремін. Егер де дәл қойғыларыңыз келсе, мына басқа бағыттан қарасаңыз болады. Әрі қарай барлығын белгілеп аламын. Группаға кіремін. Тақтай деп қойсам болады. Сақтадым. Енді бар. Мына жерде копиясын жасақ қараңыздар. Дәл осылай болып қалады. Оны қайтадан біз лайнын айналдырып отыруымыз керек. Олай да жасауға болады, бірақ бұл ұзақ уақыт алады. Оның орнына осыны белгілейміз. Mirror'ды аламыз. Ары қарай мына жерде copy дегенді басамыз. Бізге Y бағытында, X бағытында керек. Окейді басамыз. Және мына жерге тартамыз. 9 құмалақ тақтайы дайын. Әрі қарай мына жерден цилиндр аламыз. Онда цилиндр жасаймыз. Мұны әкелемін осы жерге. Копиясын жасайын. Дағы копиясын жасайын. Бірақ ортасындағы копиясын R-ді басамыз. Scale болады. Сөйтіп X пен Z бағыты бойынша кішірейтеміз. Оларды да қара қылып қойсақ болады. Немесе сары қылсақ та болады. Өзімізге қайсысы ыңғайлы болады. Енді осының копиясын жасаймын тағы да.
арасында бақытта тұра берсін. Енді қараңыз, тақтайларды қайтадан ашайық. Екі тақтайды белгілеймін. Группты басамын, Open'ді басамын. Уақытша ашамын. Мына екеуін белгілеп аламын. Мына жерден түсін көкке келтіремін. Қайтадан бәрін аламын. Группты басамын, Close'ды басамын. Сонда бізде 9 құмалақ тақтайы дайын.